тыныс алу жаттығуын жасаймыз. Тыныс алу бізге өте жаттығу пайдалы, себебі біз тынысымыз ашу арқылы жылдам ұйқыға дайындық жасаймыз. Және даусымыз анық таза шығу керек. Ал балалар, десеміз, тыныс аламыз, ішіміз доп болады. Кеттік, үш рет. 1 2 3 тыныс аламыз. Қазақ дыбыстарын анық таза айтуына баулайтын боламыз. Бірінші қатар қане айтамыз, тек қана жарай ма? Бірінші қатар қане қараймыз, айтамыз қане. Тамаша, екінші қатар айтамыз қане. Атты. Тамаша, үшінші қатар. Ла. Айдай